Сәлем достар. Бүгін Сұңқар студент және магистранттар кәсіподағы үшін айтулы күн. Бірге ғарышқа айғама әлде марысқа қолымнан ұстар жіберме енді тұрыста. Я достар, 16 сәуір Сұңқар студент және магистранттар кәсіподағының 25 жылдық мерейтойы үлкен форум ретінде тойланғалы жатыр. Достар, олай болса, бүгінгі кеш үшін басты қобалжып жүрген кісі түрінен ақ көрініп тұр. Білдірмей кетіп баратыр еше бізге айтпайын. Аяна Айтуған қызына кезек келді. Аяна әпке, көңіл күйіңіз қалай форум алдындағы? Көңіл күй жақсы, тек қобалжу бар форум алдында. Енді бұрынғы тілектеріміз, өзіміздің аға әпкелеріміз келер. Уайым бар, қалай болады екен, не істейді екен біз, не болады екен деген оймен жүрміз. Барлығымыз уайым бар. Көңіл күйіміз жақсы, қуанып тұрмыз, тек қобалжу ғана бар. Форумнан не күтесіз? Форумнан негізі инсайт күтем. Керемет инсайттар, біздің президиумда отыратын барлық спикерлар өздерінің Сұңқарда болған, өзінің қазіргі айналысып жүрген саласынан жақсы инсайттар береді деген ойдамын. Барлық сұңқарлықтарға, барлық жастарға осы форум жақсы өтеді деген ойдамын. Жақсы, рахмет, солай болсын деп тілейміз. Тез-тезірек жештер құрмаймыз. Достар, дәл қазір менің жанымда құлпырып отырған биология және биотехнология факультетінің төрағасы Қалкөз Дильназ Жомартқызы. Жалпы қазір біз әңгімелесетін боламыз. Жалпы осы 25 жылдық туралы бүгінгі неден не күтесіз деген форматта сөйлесетін боламыз. Не сұрақ қоямыз? Бүгінгі форумнан не алам деп ойлайсыз өзіңізге? Бәріне сәлем. Менің ойымша бүгінгі форум ең жоғары деңгейде өткен форумдардың бірі болады деп ойлаймын. Өйткені қалайда болсын ол Сұңқардың 25 жылдағы тойланайын деп жатыр. Мен не алам? Менің ойымша бүгінгі спикерлер және де бізге келетін қонақ болып келетін түлектер, аға әпкелеріміз ең жақсы ақылды, ең жақсы бір опытты тастап кетеді деп ойлаймын. Және де бүгін біздің пирожтарға бекер мақтанғанымыз андай бүйтіп. Бекер мақтанбадық қой деген нәрсемен кететін шығармыз деп ойлаймын. Бұйырса. Соңғы Дильназдың ощущениесін алатын боламыз. Форум біткеннен кейін осы айтқан нәрселердің бәріне дәлел ретінде. Келесі кезекке өтейік. Достар, олай болса, қазір бізге өзі сұранып келе жатқан физика және физика технология Достар, олай болса, біздің жанымызда жүрген қазір физика техникалық факультетінің төрағасы Саятбек мырзадан бүгінгі форум туралы сұрайтын боламыз. Форумның форматы жалпы қалай барысы өтеді деп ойлайсыз? Менің ойымша форум
нетворкингке, одан кейін инсайттарға, бір бағыттарға өте толы болады деп ойлаймын. Себебі сұңқардан шыққан әрбір түлек өзінің бір мемлекеттің алдында, Алматы қаласының алдында өзін дәлелдеп тастаған, өзінің бір меншіктеп алған орны бар. Бизнесмендер, одан кейін менеджерлер, тағы да басқа Алматы үшін, жалпы Қазақстан үшін үлкен көп еңбегі сіңген адамдар. Олардан бір үлкен дүние күтеміз. Иә, бұйырса күтіңіздер. Сіздермен бүгінгі форумдағы қызықтармен бөлісетін боламыз. Ең алғаш мына жерге назар аударсаңыздар, бұл жерде таблица, яғни келген факультеттердің аты жөні толықтай жазылып тұр. Келесі бізде ең қызықты жер, мына жаққа өтейік, жүріңіздер. Бұл жерде көздің жауын алып, адамның аппетитін ашып тұрған, бұл жерде болып жатқан бізде фуршет. Фуршеттің қыздары. Фуршет жасау қалай, қиын ба? Нормально, үлгеріп отырмын. Иісі күшті шығып жатыр мына жерде, негізі тема. Қыздар, сіздерге удачи, жақсы жасай беріңіздер. Мына жақта бері қарай жылжысаңыздар, бұл бізде сахна алдына шықпас бұрын дайындық болып жатыр. Бүгінгі кештің жақсы өтуіне тікелей әсер ететін ол осындай біздің құрылған сценарий болатын. Сценариймен жалпы форум барысында көретін боласыздар. Олай болса, бүгінгі біздің кештің жүргізушісі Азамат Қанатұлына сөз кезегін берсек. Азамат мырза, бүгінгі кеш алдындағы көңіл күйіңіз қалай? Қобалжу бар ма? Көңіл күй керемет, дайындық өте күшті. Қобалжу бар, 20 жылдық болған соң үлкен жауапкершілік, бұйырса абыроймен алып шығамыз деген сенімдеміз. Бұйырса біз де сіздерге сенеміз. Жалпы сценарийін жазу қанша уақытқа созылды? Ұзаққа созылды. Көп ойландыңыздар ма? Әлі өңдеп жатырмыз. Дұрыс, осындай бізде қызу процесс болып жатыр. Тағы да қызықтарды алдағы уақытта бізбен бірге көретін боласыздар. Ассалаумағалейкум. Сіз қай жылғы түлексіз, а? Мен даже есімде жоқ. 20-21. Қай факультет? Физтехтің төрағасы болған. Физтехтің төрағасы. Керемет. Бүгінгі кештен қандай инсайттар күтесіз? Не күтесіз бүгінгі кештен? Пока кештің концепциясын түсінбедім. Бірақ енді барлық түлектерді негізі айтылған болатын. Не стипендия беріледі деп. Сол стипендия беріледі деп ойлаймын. Соны күтіп отырмын. Жалпы стипендия екі түрлі форматта деді. Жартысы студенттерге, сұңқарға жалпы казгудың ішіндегі белсенді студенттерге жартысы, өткенде Паводкида зардап шеккен отбасылары зардап шеккен студенттерге беріледі. Сондай сол заттарды көргім келіп отыр. Жақсы, рахмет. Көңілі кеш болсын. Көргенімізге тағы да қуаныштымыз аға бүгін. Қош келдіңіз. Енді осы біз бұрында сұңқарда жұмыс істедіңіз, қаншама еңбектер, қызметтер атқардыңыз. Сол қазір сол сұңқардағы шақтарыңызды сағынатын кездеріңіз болады ма? Иә, әрбір өмір сәтінде жалпы кез келген студент сұңқарды сағынбасы мүмкін емес, шыны керек. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде 2016 жылы түлек болып түсіп, 7 жылымызды жастардың даму бағытында, уақытымызды тиімді мақсатында сұңқарда 7 жылымыз өтті. Осы уақыттар мен үшін ыстық. Үлкен алғыс айтамын альма-матер қара шаңырағымызға. Сұңқар кәсіподағына биыл 25 жыл, бұл тарихи жыл. Қаншама адамның еңбегі, қаншама әлжуаз топтағы студенттер көмектесті. Қаншама студенттердің мүмкіндік алуына себепкер болған үлкен кәсіподақ жастардың қозғаушы күші. Сондықтан кез келген адам сағынады деп ойлаймын. Сол сұңқарда жүрген кездеріңізде бір алған инсайттарыңыз немесе бір қызықты шағын бір оқиғаларыңыз болса, сонымен бөліссеңіз. Инсайт көп. Мен өз қатал едім негізі. Зумда кешіккені үшін кіргізбей қоятын. Енді өзіңіз ойлай беріңіз, мен офлайнда қалай басқаратынды. Онлайнның кезінде, карантин шағында, пандемияның кезінде 2 минут кешікке ма кіргізбейтін. Солай дисциплинамен жүретінбіз. Соның өзі қазір мен үшін қызық шыны керек. Тағы да білгіміз келетіні, қазіргі уақытта немен айналысасыз? Мен қазір енді тауарный бизнеспен айналысам. Б холдинг компаниясы атты өзімнің жеке компаниям бар. 1 жыл болды ашқанымызға. Қалай сұңқарды тамамдадым. Солай кәсіп жолына кеттім. Қазір белгілі бір оборотта жүрміз, шыны керек, тауарный бизнесте. Тағы да соңғы бір сұрақ. Осы бүгінгі болайын деп жатқан кештен қандай әсер аламын деп ойлайсыз, қандай инсайттар аламын деп ойлайсыз? Кез келген адам сағынып келеді деп ойлаймын. Бұл жерге қуаныш көргісі келіп бір ерекше эмоцияны күтем. Сұңқарлықтарды қатты сағындым.
мен үнемі қолдауды әрбір жас студенттерге максимально қолымнан келгеннің бәрін жасауға тырысамын. Сондықтан бір нәрсеге себепкер болғым келеді шыны керек. Мүмкін кәсіп жолына, мүмкін командалық басқару, структура, стратегия, мысалы бастысы студенттерден күтетін инициатива болса екен деп тілеймін. Сондықтан аларымыз, береріміз де көп деп ойлаймын бүгінгі. Жақсыға көңіл бөліп сұхбат бергеніңізге рахмет. Кеш сәтті өтсін. Студенттер мен магистранттар кәсіп одағының 2014-2024 оқу жылына қорытынды видеосы. Кәсіп одақ негізі 1999 жылы 14 сәуірде Дәурен Әскербекұлы Абаевтың бастамасымен қаланды. Биыл құрылғанына 25 жыл толған кәсіп одақ тарихында 10 төраға қызмет етті. 2010-2023 жылдар аралығындағы статистикалық мәліметтерге сүйенетін болсақ, әлжуаз топтағы студенттерге 7 категория бойынша көмек берілді. 13 жыл аралығында 20.920 студентке әлеуметтік көмек таратылды. Мерекелік іс-шараларға бөлінген көмек саны 3075-ті құрайды. 2014-2019 оқу жылдар аралығында студент жастарды қолдау мақсатында әр түрлі сала бойынша 58 студентке Сұңқар стипендиясы тағайындалды. Кәсіподақ жыл сайын университеттің қалалық, республикалық деңгейде ұйымдастырылатын мега жобалардың негізгі ұйымдастырушысы. 2010-2024 жылдар аралығында университеттік деңгейде 1600-ға жуық жоба, студенттер үшін арнайы 180 мастер-класстар өткізіп, 370-ден астам тренингтер ұйымдастырылды. Қазу төрінде 600-ге жуық қонақ шақырып, тағылымы мол кездесулер өткізді. Кәсіподақ үшін 25 жыл үздіксіз даму мен ізденумен өтіп, тың жаңалықтар мен айтулы жобаларға толы болды. Айта кетелік болсақ, 2010 жыл Сұңқар кубогы мини-футбол, 2011 жыл ең үздік студенттік топ, 2018 жылы Қазу студиясы жобасы бастау алып, 30 қонақты Қазу төріне қонақ етті. Сұңқар кубогы КВН ойындары SSP ойындары деп өзгертіліп, жаңаша форматта көрерменге ұсынылды. Сонымен қатар, көшбасшылар мектебі қазіргі Сұңқар академиясы негізін қалады. 2019 жылы Сұңқар студенттер мен магистранттар кәсіподағының студент СКА жетекшісі. Келесі Алтынбекова Әйгерім. Ақпараттық технологиялар факультетінің ұстазы ұлағатты. Біздің ағайымыз механика математика факультетінің ұлағатты ұстазы. Жалпы екі факультеттің қазудың ұстазы Болат Әбенов Құсайынұлы. Және бүгініміздің ортамызда 2013-2016 жылдар аралығында Сұңқар студенттер мен магистранттар кәсіподағының төраға орынбасары Сандыбаева Сандуғаш Қалжанқызы.